достар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің үйге қонақтар келеді, яғни сестренкаларымыз келеді. Соған қазір менде дайындық жүріп жатыр. Самса пісіретін боламыз, пирог пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыз. Мә қыздар, самсам күшті болып шықты ғой. Жұмсақ. Кешкі асқа менде томьян болады. Соған қамырын елеп қойдым заранее, чтобы жақсылап жем алдыру үшін. Потом мына жерде қазір неге балаларға пицца пісіріп бергенге қамыр елегелі жатырмын. Так, пиццаның начинкаларын дайындап қойдым. Колбаса, потом помидор, сырды теркадан өткізіп, және де осындай несін дайындадым. Қамырға жағатын енді бұны. Сковородкада пісірсеңіз осылай сочный әдем шығады. Әрине сырын көбірек салсаңыз вообще әдем шығады. Кешкі асқа томьян болады. Қазір етті мариновка жасап қойдым. Бұл жерде бір жұмыртқа и соя. Дәбай кешіңіздер. Мынандай соевый соус амоя. Тағы да салат жасайын деп жатырмын. Мына жерде жұмыртқа пісіріп жатырмын. Мына жерде тауықтың лагманды даладағы қазанға пісіріп алып жатырмыз. Так, томьян болғандықтан тестасын суға алмадық. Осылай ыстық күйінде қазір сұйық майдан құйып, майлап суытып аламыз. Қазір падекті да қазанға қуырып алған жатырмыз. Міне осындай әдемі падек шықты. Қазір салат жасағалы жатырмын. Ингредиенты салатқа, короче, салатный лист, жұмыртқа, тауықтың еті, помидор, бандуэль, майонез болды. Осыны араластырып жібереміз.